Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай сырты қаттылау, қатпарлы болып келетін, іші өте жұмсақ круассандардың рецептін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай-ақ маған қолдау көрсетіп, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті, жылы суды, оған қантты және құрғақ ашытқыны қосып, барлығын араластырамыз. Мен ашытқының дәл осындай түрін қолданамын. Осындай бір пакетигінде 10 грамм болады, мен біреуін толығымен пайдаланамын. Осы апарамызды араластырып, бетін жауып, 10-15 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Сол аралықта біздің апарамыз дәл осылай көтерілу керек. Егер апара көтерілмей қалған жағдайда, апараны қайтадан жасау керек болады. Ол кезде сапалы ашытқыны пайдалануға тырысыңыздар. Мына жерде мен бір жұмыртқаны және екінші жұмыртқаның ақ уызын ғана қостым, ал сары уызын кейін бетіне жағуға алып қаламыз. Сұйық майды және шым-шым тұзды қосып, барлығы бір келкі болғанға дейін венчикпен араластырып аламыз. Және соңында ұнымызды 2-3 бөлікпен қоса отырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде ұнды міндетті түрде електен өткізу керек. Сол кезде біздің қамырымыз үлпілдек жұмсақ болып шығады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір кіріп тіркеліңіз және каналымдағы видеоларды көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығы да жасалуы өте оңай рецепттер, сондықтан міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Және описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын. Сол жақтан өзіңізге керекті рецепттерді таба аласыздар. Кейін ыдыстан алып, осылай столдың үстіне қолымызбен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Сол аралықта біздің қамырымыз көлемін 2-3 есе үлкейтеді және оны алып, әрі қарай жұмыс жасайтын боламыз. Мен 1 сағаттай осылай қамырды жылы жерге қойдым, дәл осылай көтеріледі. Осыны біздің силиконовый коврикқа орналастырып, бірдей 10-12 бөлікке бөліп аламыз. Әр қайсысын шарик етіп орап, бір-бірден жайып шығатын боламыз. Әрі қарай тура видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Қалған бөліктердің бетін жауып, осылай алып қоямыз және біріншісінен бастап дәл видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Қалыңдығы шамамен 2-3 мм деп болу керек. Қатты қалың қылудың қажеті жоқ, орташа қалыңдық бізге жетеді. Қамырды жеке-жеке жайып шықтық. Енді осылай бір-бірінің үстіне қоямыз, бірақ осы жерде байқаңыздар, қамырларыңыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін бөлек-бөлек қойғандарыңыз дұрыс болады. Енді сол жайып алған қамырдың үстіне бөлме температурасындағы сары майды жағып шығамыз. Сары май менде 72%-ық щедрое лето майы. Сіздерге де сомен жасауға кеңес беремін. Өте қатпарлы, әдемі шығады. Әр қамырды үстіне орналастырған сайын сары май жағып отырамыз. Бұл жерде бізде үлкен бір қамыр шығу керек. Менде қамырым өте үлкен болып кеткендіктен сіздерге 2 бөліп жасауға кеңес беремін. Яғни бізде 12 бөлік болса, 6-6-дан бөліп 2 үлкен қамыр шығаруға болады. Барлық қамырды осылай орналастырып алғаннан кейін шет жақтарын біріктіріп, үлкен бір қамыр жайып шығатын боламыз.
Кейін дәл осылай бөліктерге бөліп, ортасына вареный сгущенка салып, круассандарды орайтын боламыз. Менде шамамен 20-25 круассан шықты. Осылай кесіп алғаннан кейін әр қамырдың осылай шет жақтарын дәл солай кесіп шығамыз, себебі біздің круассанды орауға ыңғайлы болады және салмамыз шығып кетпейді. Вареный сгущенканы мен бұл жерде аз мөлшерде қостым. Егер қалауларыңыз бойынша бұдан да көбірек қоссаңыздар болады, бірақ пісу барысында ағып кетпес үшін шет жақтарын қаттылап ораңыздар. Дайындап алған круассандарды пергамент төселген противеньге орналастырамыз және үстіне біздің алып қойған сары уызымызды жағып шығамыз. Кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін ыстықтай, не болмаса суытып дастарханға сұна берсек болады. Жасалуы да оңай, әрі өте дәмді болып шығатын осы круассандарды міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және баршаңызға ас болсын.